көп адамдардың енді өздерінің басына келмесе де сұрақ қояды бір. Ол қалай? Қазақтың қызы Қытайға кетсе бола ма дейді. Немесе қазақтың жігіті басқа ұлттың қызын алса бола ма? Деген сияқты. Бұл сұрақтарды түсінбестен алдын бірінші мұсылмандық мынандай бір түсінікке адам бейім болу керек та. Ол қалай? Мұсылмандықта ұлттан бірінші дін тұрады. Бірінші дін. Дін бәрімізді бауыр қылады. Бүткіл жер бетіндегі ақты да, қараны да, байды да, кедейді де баршамызды бір-бірімізге бауыр қылады. Алейкумассалам. Бұл діннің ұлылығы да. Сондықтан біз мейлі орыс болсын, мейлі Қытай болсын, ол мұсылман болса, оны бауыр деп тануды әдетке айналдыру керек. Бірінші осын сеніп алыңыздар. Сосын жаңағы некеге келеміз. Сонда бізде енді баяғыдан жаңағы түсін қалыптасып қалған ғой. Орыстан досың болса, жаныңда айбалтаң дайын болсын деген сияқты сондай сөздер келеді. Бізге бір қалыптасады да, бір орыстың бәрі дұшпан сияқты болып көрінеді. Бірақ мұсылман болса, ол сенің бауырың да. Әрбір біз айтпаймыз, оны ғылымда дәлелдейді ғой. Ұлттың жаманы болмайды, адамдардың жаманы болады да. Себебі Құранда Аллах Тағала айтты ғой: «Ла ясхар қаумун мин қаумин». Бір қауым екінші бір қауымды менсінбеушілік жасамасын, оны төмен санамасын. Бәлкім сол менсінбегені олардан хайырлы болып қалуы мүмкін да. Алланың алдында кімнің хайырлы, кімнің дәрежесі үстем екенін Алладан басқа ешкім білмейді. Осы аяттарға иман етіп, Қытай, орыс кім екенін бірінші шешіп аламыз. Енді жаңағыдай ол Қытай қазаққа тең бе деген сұрақтар кететін болса, ол жаңағыдай пәлен жеп жүрген Қытай біздің жылқы жеген қазаққа тең болып ма деген сияқты сөздері қозғалатын болса, ондай теңдік бұл жерде жүрмейді. Тек тектілікке қаралады. Бізде қазақта да тектілікке қарайды ғой. Үйленетін кезде жігіттің және қыздың тегінің текті болуына мән береді. Текті болу деген неден шығады бұл? Текті болу деген оның тегінен ата-бабасының ішінде жаңағыдай патшалар, бай, әл-ауқатты жақсылар болсын деген сөз емес. Тектілік деген олардың діндарлығында, олардың сол ата-бабалардың арасында ешқандай ұрылардың, бас кесерлердің, біреудің малын тартып жейтіндер, сондай жаман арақ ішетіндер, сондайлардың болмауы бұл тектілікті сақтайды. Өтірік айтушылардың болмауы бұл тектің тазаруы келеді. Жақсы тәрбие берілсе, тектің тазалығы болады. Бізге дейін сондай нәрсе қаралды ма? Демек, бізден кейін де дәл сондай тектілікке мән береміз да, сондықтан да бізге отбасылық тәрбиесінде мынандай нәрсе айтылады. Отбасыдағы ислами тәрбиеге сол отбасының отағасы жауапты дейді да. Алайда бала шағаның текті болуына анасы да, отағасы да екеуі бірдей жауап береді дейді. Себебі тектілікті тек еркек адам қамтамасыз ете бермейді. Әйел де өзінің ар-намысын сақтап, көзін тыю керек, аузын тыю керек, құлағын тыю керек та. Сонда ол баласының текті болуына бұл нәрседе себебін тигізеді дейді. Ұрпақтың тектілігіне ата-ана екеуі бірдей жауап береді деп айтады. Ал енді Қытай мұсылман болған болса, қазақ мұсылман болған болса, екеуі де мұсылман болса, бір-бірінен екеш жүреді. Арасында мынау мықты деп айта алмаймыз. Қайсысы мықты болады? Діндарлығы қайсысынікі басым болады? Сол мықтырақ болады. Ал енді екінші бір маңызды нәрсе бар. Біз өзі қазақ қанша жылдан бері санымыз онша көбейе қойған жоқ қой. Қазір бір 19 миллионнан шамалы асып жатыр. 19 миллион 200 бірдеңе мың деп жақында санақ шықты ғой. Сондай сандамыз қазір. Енді осы елдің қамын ойлаған, ұрпақты ойлаған үлкендер айтса, кеңес жасаса, өзара кеңесіп, сондай бір келісімге келсе, біз шариғатқа қайшы шыққандығымыздан емес, өзіміздің ұлтымызды, осы қазақ мұсылманды көбейту үшін, осы кең байтақ жерді ұстап тұру үшін бізге қыздарымызды сыртқа бермей, және ұлдарымызға өзіміздің қазақтықын берейік деген бір келісімге келіп, осындай бір ортамның сақтап қалу, қоғамға пайдасын тигізетін нәрсені жасаса, бұған ешкім жоқ деп қарсы шықпайды. Себебі бұл бәрібір айналып келген кезде мұсылмандарға пайдасын тигізетін зат қой. Біреудің мүддесі үшін болса дұрыс емес. Мұсылмандардың қоғамын көбейту, оларды нығайту, күшейту болса, ешқандай зиян жоқ.
осы нәрсені жасай бересіздер.